осылай толық ашып мына жаңа беттер ашып тастайсыздар. Және жаңа беттер ашқан кезде мына жерде әр оқушының деректерін толтыруларыңызға болады. Мына жерде кеткен қателіктер болса немесе толмаған мәліметтер болатын болса, осы жерде сынып жетекшілер өздеріңіз толтырып кете аласыздар. Мысалы, мына жерде ұлты көрсетілмеген, қазақ деп, қазақша деп, ЖСН көрсетілмеген, ЖСН толтырасыздар. Мына жерде туу туралы куәліктері бар, метрикесі, оның қашан берілді, қай мекемеден берілді, соның барлығы денсаулық жағдайы, здоров, арнайы, негізгі деп жалпы көрсетесіздер. Және де мекен жайын анық көрсетіңіздер. Жетісай қаласы, Өтеп немесе жаңағы Қалыбек 26 деген сияқты 26-шы үй, және де жұмыс телефоны, ұялы телефоны және үй телефонын жазып көрсетіп кетіңіздер. Осы мәселелерді, осы ақпараттарды толықтырыңыздар жалпы. Оны толтырып болғаннан кейін мына жерде толтырдыңыздар ғой, сақтау батырмасын басасыздар. Сақтау батырмасын басқаннан кейін бір рет басқаннан кейін пайдаланушы аты және құпия сөз дегенге барасыздар. Әр оқушының құпия сөзін мына жерде ығыстырып, мына уақытша кодты жазып алып, мына пайдаланушы атын жазып алып, оқушыға беріп, жаңа құпия сөз қой деп айтсаңыздар да болады, немесе өздеріңіз қоюларыңыз керек. Өздеріңіз қойып берулеріңіз керек. Бала егер онымен жұмыс жасап, немесе пароль қоя алмайтын жағдай болатын болса, құпия сөз қоя алмайтын жағдай болса, онда өздеріңіз қойып берулеріңіз керек. Және де егер өзі алып өзім қоям деген жағдайда оқушы жаңа құпия сөз қойғанына және өзінің электронды күнделігіне кіре алғанына көз жеткізіп тексеріп алыңыздар.